Құрметті ұстаздар және оқушылар, бүгін біздің мектебімізде 23 қыркүйек күні сағат 9:00 мен 12:00 аралығында мектеп ұлан басын және мектеп парламенті президентін сайлау өтті. Енді сіздерді сол сайлаудың қорытындысымен таныстыруға рұқсат етіңіздер. Жалпы Жасылан балалар мен жасөспірімдер ұйымының мектеп ұлан басына қатысқан барлық сайлаушылар 217, оның ішінде белгіленбеген 4 бюллетень, бүлінгені 1, таза бюллетень 11. Мектеп ұлан басына үміткерлер тізімі: Аманғалиев Ернар 74 дауыс, Жұбай Адина 29 дауыс, Сидақова Еркеназ 17 дауыс, Шымболатова Алуа 12 дауыс, Жалғасова Әдия 42 дауыс, Самат Аяулым 9 дауыс, Әбдімұратова Мая 18 дауысқа ие болды. Сайлау қорытындысы бойынша Жасылан балалар мен жасөспірімдер ұйымының мектеп ұлан басы болып 74 дауысқа ие болған Аманғалиев Ернар сайланды. Мектеп парламентінің президентін сайлау бойынша барлығы 217 сайлаушы, белгіленбеген 11 бюллетень, бүлінгені 3, таза бюллетень 10. Мектеп президентінің үміткерлер тізімі: Бекемерова Жансая 22 дауыс, Айбекова Зарина 37 дауыс, Сағынбаева Ақпану 37 дауыс, Манашев Миржан 10 дауыс, Сәнімов Бағдаулет 20 дауыс, Хамидулла Диас 67 дауыс. Сайлау қорытындысы бойынша мектеп президенті болып 67 дауысқа ие болған Хамидулла Диас сайланды. Осы сайлауда жеңімпаз болған мектеп ұлан басы мен мектеп президентіне алдағы жұмыстарында сәттілік тілейміз.